Нұртазаның ең күрделі шығармаларының бірі. Дайындық әрине бізде сахнада жүреді. Соғыс кезеңдер бұл өте қиын кезеңдер. Ана баланы қорғау үшін өзін де аямайды, өз жанын да аямайды. Әр ананың басында өткен тағдыр тек Айшаның емес, ана тағдыры қай кезеңде болсын, соғыс кезеңде болсын, бейбітшілік кезеңде болсын, ана тағдыры өте қиын, өте жауапты. Ал енді ана күніне келетін болсақ, мен өте қуаныштымын. Ана күні, әйелдер күні мағынасы бір болғанымен қасиеттері бөлек. Ана ол бала тәрбиелейді, баланы дүниеге алып келеді, баланы қорғайды, баланы өсіреді. Қандай қиыншылық болса да шыдайды, себебі ол ана. Сіздерді ана күнімен құттықтаймын, жақсылық тілеймін, ешқашан ауырмаңыздар. Балаларыңыздан тек жақсылық күтіңіздер. Қанша мейірім балаға берсеңіздер, сол мейірімді ана талап етпейді. Ана тілейді. Сол жақсы тілектеріміз орындалсын. Рахмет.